Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді гүл тәріздес тоқаштарын жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Жұп-жұмсақ болып шығады, оңай жасалады. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Сонан соң қантты саламыз. Тұзды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Сұйық майды құямыз. Ашытқыны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Онда аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде силиконды лопаткамен араластырамын, әрі қарай қолмен илеймін. Он әркімде әртүрлі болғандықтан мен описанияда жазып қойған ұннан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Сондықтан ұнды аз-аздан салып илейтін боламыз. Ең бастысы бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Қамыр салатын ыдысымызға аздап сұйық май жағамыз. Қамырдың үстіне де аздап сұйық май жағамыз. Бетін жабамыз, қамыр көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамыз. Ашытқының балғын түрін пайдаланыңыздар, қамыр жақсы көтерілетін болады. Мінекей қамырымыз дайын, жақсы көтерілген. Сонан соң 10 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшедім. Бөлінген қамырларды дөңгелектейміз. Сонан соң қамырдың бетін жабамыз, 10 минутқа қалдырамыз. Қамыр тағы да көтерілетін болады. Ендігі кезекте қамырды жұқа етіп жаямыз. Ұн пайдаланбадым, қамыр жұмыс жасауға ыңғайлы. Қамырды видеодағыдай арнайы кескішпен немесе пышақпен 12 бөлікке бөліп аламыз. Менің каналымда басқа да тоқаштардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Кесілген қамырдың барлығын видеодағыдай қойып шығамыз. Қамырды қойғаннан кейін үстерінен ақырындап басып отырамыз. Пісу барысында бір-бірінен ажырап кетпес үшін. Қамырдың барлығын қойып болғаннан кейін бір-бірінің үстіне қойылған жерді қолымызбен ақырындап басамыз. Бірінші қойылған қамырдың ұшынан бастап рулет тәріздес етіп ораймыз. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай жасалады. Қамырдың соңғы бөлігі таусылған жерінен жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп бекітеміз. Сонан соң гүлдің жапырақтарын бірден ашуға тырысыңыздар, жұмсақ болғандықтан жабысып қалады. Бізде осымен әдемі гүлді тоқаштың қамыры дайын. Формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Барлық қамырды осы әдіспен қайталап шығамыз. Түсінікті болу үшін тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Оны пайдаланбауға кеңес беремін, тоқаштар жұмсақ болып шығады. Пергамент қағазы болмаса формаға сармай жақсаңыздар болады. Бетін жабамыз, бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз тағы да көтеріледі. Сонан соң бір жұмыртқаны шайқап, қамырдың беттеріне жағамыз. Қамырымыз өте әдемі болып шықты. Жұмыртқаны көп жақпай жұқалап жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Басқа да дайын тұрған тоқаштың қамырына жұқалап жұмыртқа жағып пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын гүлді тоқаштарымыз дайын. Одан әрі әдемі дәмді болу үшін қант ұнтағын септім. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.